Ит жетелеген әйел. Әңгіме. Қаланың осы ауданына жақында ғана көшіп келгендіктен, әрі жұмысқа ерте кетіп, кеш келетіндігімнен көршілермен әлі танысып үлгермедім. Менен гөрі әйелім олардың біразын танып қалыпты. Соның айтуымен көршілеріміз туралы ақпаратқа сыртай қанып жүріп жаттым. Бір күні жұмысыма күндегіден жай жиналдым. Далаға шыққанымда ауладағы шағын көгалда итін жетелеп жүрген әйелден өзге жан баласы көзіме түспеді. Ақтөс сары ит мені көрген жерден үріп, иесінің қолындағы қарғыбауға байланған базар шылбырын жұлқа тарта маған қарай тап-тап берді. Қапелімде сасып қалдым да іле шығай деп итті жасқай сөйлеп бұрыла бердім. Қорықпа, ол ит адамды қаппайды, деді әлгі әйел орыс тілінде. Мен оған амандасуға оқталып жүзіне қарадым. Жүзіне ағартып бетіме жаққан еріндерін жас қызардай қызылға, шашын сарыға бояған егде жастағы әйел екен. Саламатсыз ба апай, дедім. Ол естісе де естімегендей жандай. Саламатсыз ба, деді орыс тілінде. Мен одан артық тілдесуді құп көрмедім де өз жолыма түстім. Кешке келген соң осы көргенімді әйеліме айттым. Ана апайды айтасың ба? Ол қазақ болғанмен орысша сөйлейді. Анау бір күні балаларды ойнатуға есік алдына шықтым. Аздан соң көрші келіншектерден жиналдым. Содан әңгімеміз жарасып тұр еді, сол апай келді. Қолында жетелеген иті бар. Итінен балалар қорқып жасқанып еді. Ол орысшалап, қорықпаңдар, ит көрмеп пе едіңдер, деп балаларды зекіп тастады. Өзі тағы бізбен біраз сөйлесті. Алайда иті оның көп тұруына көне ме, апайды тартқыштап алға жөнелді. Өзінің шамасы итіне зорға жететін көрінеді. Ол кісі кеткен соң қасымдағы келіншектерден сұрап едім. Осы үйде ұзақ жылдар тұрып келе жатқан Сәуле, бұл бір жесір әйел. Күйеуі осыдан 5-6 жыл бұрын өмірден озған. Күйеуі үлкен ғалым адам көрінеді. Лауазымды қызметтер атқарыпты. Бір ұл, бір қызы бар екен. Бірақ балалармен араласпайды, деді. Оның сөзін Айман қостап, өзі бір қызық адам. Әнеу күні осы жерде Арманмен арайды ойнатып отыр едім. Менің қасыма келіп біраз шүйкірілісті. Бірақ ол күні қасында жетелеген иті болмады. Содан болар жарты сағат көлемінде сөйлестік. Маған осы бала дегеннен шаршамайсыңдар ма? Осылар ертең сендерге опа бере ме? Онан да өздеріңді күтсеңдерші. Өмір деген тым қысқа, рахатын көріп қалу керек емес пе? Деп біраз лекция оқып кетті. Үлкен кісі болғандықтан көп ештеңе айтпадым, деді езу тартып. Келіншегім өзінің естігендерін осылай айтып отырғанда менің көз алдымда таңертең көрген қартаң әйелдің бейнесі бір сәтпей кетпей қойды. Осыдан бір ай өткен соң күндегі әдетімен жұмысқа баруға жиналып, үйден шыққаным сол еді. Көгалда қойылған ұзын орындықта шалқасынан жатқан апайды көрдім. Иті көрінбейді. Бұл кісіге не болды екен? Жағдайын білейін. Құдай қосқан көрші әрі жалғыз басты пенде ғой деп жанына жеттім. Апайдың екі көзі жұмылып, аузы бір жағына қарай қисая ашылып қалған екен. Ол кісіге бірдеңе болғанын білдім де бірден жедел жәрдемге қоңырау шалдым да өзім сол жерде тұрып олардың келуін күттім. Жұмысыма кешігіп келетінді ескертіп қойдым. Көп кешікпей жедел жәрдемде келді. Менен жағдайды ұғынған соң апайды өздерімен бірге алып кетті. Қайда апаратындарын біліп, мен де өз жөніме кеттім. Арада біраз күн өткен соң жағдайын білейік деп әйеліміз екеуміз ол кісі жатқан емханаға бардық. Ол бізді көріп қатты қуанды. Жастығын биіктетіп, еңсесін тіктей отырды. Бұрынғыдай емес, жүзі солғым, көздері кіртиіп кетіпті. Біз де онысының етелмегінде хал жағдайын сұрадық. Ол кісі жағдайын, ем-домын, емхананың тамағын бәрін айтып жатты. Енді бір сәт көршілері есіне түскенде оларды түгендеп шықты. Біздің балаларымызды да сұрауды ұмытпады. Кетерде менің қолымда қатты қысып ұстап, ұлым, мен саған разымын. Ол осыдан өзгені айта алмай булығып қалды. Мен ол кісіні жұбатып, қолымды ептеп тартып едім, оның қос қолы тастай жабысып қалғандай жіберер емес. Аз кем үнсіздіктен соң ол, мен өте өкінемін, әттең. Өмірім қайта келсе мүлде басқаша жасар едім. Биік мансап, байлық пен атақ адам көзін байлап тастайтын сияқты. Нағыз құндылықты ескермей, жел айдаған қаңбақтай күн кешіппін. Сіз нені нағыз құндылық деп айтып отырсыз, дедім іштегі шерін тарқатсын деген ниетпен ой ұштап. Нағыз құндылық ол отбасы.
балалар, ұрпақ, содан соң ұлтыңның мінезімен өмір сүру екен. Ол осы сөздері сабырлы, салқын үнмен, көзін бір нүктеден алмаған күйі өзіне жаттанды тілмен айтты. Сөзінің соңын ала өлістірген жанарынан тамған жас тамшылары сарғайған жүзін бойлап ағып, иегінің ұшынан барып, аз кідірді де төсіне тамып кетті. Мен не деп жұбатарымды білмедім. Әйелім де көз жасқа малынып үлгеріпті. Мен еңкейіп барып қарт ананың маңдайынан сүйдім. Сүйгенде де сондай бір ыждахатпен аялай сүйдім. Ұлым, мынау менің ұлым мен қызымның телефон нөмірлері. Олар алыста, тым алыста тұрады. Қолың тисе собалға хабарласшы. Ол осыны айтып, қолымды босатып, жастығының астынан бір тілім қағазды маған ұсынды. Әрі менен көзін алмаған күйі сөзін сабақтады. Олар екеуі азамат жасына толған соң, бірінен соң бірі сол жаққа оқуға кетті де үйленіп қалып қойды. Балалы шағалы болды. Алайда сонша жылдар ішінде тек бір-ақ рет әкелді. Әкесі қайтыс болғанда. Содан болар мен оларға өкпеледім. Шынымен өкпеледім. Бұрын ренжісем де жүрегімнің түбінен сағынатын едім. Кейін сол сағынышым жек көруге айналып кеткендей болды. Мен содан баланы, одан туған немере дегендерді жек көрдім. Ол енді көздері менен тайдырып бөлменің төбесіне тікті. Аз кем үнсіздіктен соң сөзін қайта жалғастырды. Мен бәрі бір ет жүректі пендемін, анамын, әйелмін, бойымдағы махаббатымды, мейірімімді балаларыма төккім келетін. Алайда олар менен бойларын аулақ салған соң, сол мейірімді адам баласын көрі итке арнады. Ит дегені болмаса, иесіне адал ғой олар. Өзіңді қаба жазаған итті күшік күнінен асырадым. Барымды, жылы жұмсақты соның аузына тостым. Сонымен сөйлесіп, сонымен сырластым. Сөйтіп ол менің ең жақын жаным айналды. Мен онсыз өмірімді елестете алмайтым. Дәрежеге жеткенімді өзімді сезбей қалдым. Адамдарды түсінуден қалып ит жанды болып кеттім. Ол осыларды айтып, әлдене есіне түскенде болымсыз езу тартты. Оның езу тартуы көңіл қошынан емес, өкініштен, ащы бір мысқылдан еді. Ол біраз жатты да, назарын қайта маған аударып, саған рахмет айтпақшы. Алғыс, шексіз алғыс дегенді қазақша қалай айтады, деді сәл езу тартып. Оның сөзі әзілге жуық болса да, шынында да жүрек сөз еді. Біз оның сөзін қазақша аударып бердік. Ол іштей дайындалып жатқандай бір сәт үнсіз жатты да, саған алғыс, шексіз алғыс деді де таза қазақ тілінде. Ол осыны айтты да кемсемдеп жылап кетті. Әйелім ұсынған қол жаулығымен көзінен сорғалаған жасын сүртіп, қарт әйел өз төсегінде қала берді. Балаларына хабарласатынды айтып, біз қош айтыстық. Есікке жете бергенде ол соңғы күшін бойына жинаған жандай даусын көтеріп, оларға айт, мен оларды сағындым, оларды жақсы көремін, деді кемсеңдеп. Я айтамын апай, дедім де, мен де нық сеніммен. Аузыма апай деген сөз қалай түскенін өзімде сезбей қалдым. Бәлкім аялағаным әлде жалғыздықтан зар жылаған жан дүниесін түсінгенімнен болар. Біз үнсіз үйге қайттық. Еңсемді басқан бір жүк, өзімде анығын білмейтін бір мұң, бір сырлы сарын жүрегімді езіп көпке дейін көңіліме маза бермей жүріп алды. Берген уәдем бойынша ұлы мен қызына сөйлесіп, анасының жағдайын, оларды сағынғанын, көргісі келетінін айтып, мүмкін болса тездесіп келуі өтініп телефон шалдым. Осыдан тура бір апта өткенде шетелге білім асыруға бір айлық оқуға кеттім. Қалама орала сала үйіме жетуге асықтым. Таксиден түсе көзіме бір топ баланың бір итті таяқтап жуып жүрген шалынды. Барлай қарасам көрші апайдың ақтөс екен. Бұрынғыдай жүні жылтырап еркелеп, арсылдап жүрген бейнесі мүлде ғайып. Көздері жапақтап, жаутаңдап көрінгенге бір қарайды. Араша іздейді. Бірдеме береме деп көздері сүле үмітпен қарайды. Балалардан итті арашалап алып басын сипадым. Ол менің аяғымды искелеп, бірдеме алдыма, бірдеме артыма өтеді. Бұның есі қайда екен деп жан-жағыма қараймын. Ол көрінбейді. Осы сәт үйден шыққан балалары мені әйелім қуаныштарын жасыра алмаған бейнеде маған қарап жүгіріп келеді екен. Мен олармен қауышып болған соң әйелімнен апайдың халі қалай деп сұрадым. Әйелімнен бұрын балам жауап берді. Апай қайтыс болды. Анау таудың бөктеріне апарып жерледі, деді. Бұны естіп жүрегім мұңайып сала берді. Әйелім шай үстінде ол кісінің мен кеткен соң шамасы 2-7-ден соң сол емханада көз жұмғанын, балаларының келіп үйін сатып қайта кетіп қалғанын айтты. Кенет әлде не есіне түсіп, айтпақшы, ол кісі мені бір күні телефон шалып шақырды. Барып едім,
тым жүдеу екен. Сені сұрады. Оқуға кеткенімді айтып едім, әжептәуір мұңайып қалды. Кетерімде мынаны күйеуіңе бер деп маған бір түйіншек берді. Әлі ашып қарамадым. Қазір деп жатын бөлмеге кіріп кетті де біраздан соң бір ақмақтаға оралған шағын ғана түйіншек затты менің қолыма ұстатты. Ата-бабамнан қалған ескі бір бағалы затты алақаныма алғандай іштей толқып қалдым. Ептеп ашып едім, түйіншек ішінен иттің қарғыбауы шықты. Ол осы қарғыбаумен итін жетелеп жүретінді. Сол бейнесі көз алдымнан бір сырғып өтті. Кенет санамда жарқ еткен жасын ой өне бойымды дір еткізді. Орнымнан атып тұрдым да далаға шығып Ақтөсті іздей бастадым. Бір үйдің бұрышынан айнала бере бір топ адамды көзім шалды. Артында шұбырған балалар даурығып, әне қашты, міне қашты деп, әлде менің ізіне түскенде шұбырып жүр екен. Осы балалар көрді ме екен, солардан сұрастырайын деп, солай қарай беттегенім сол еді, тарс етіп атылған мылтық дауысы кешкі тынық аспанда тіліп өткендей болды. Жүгіріп жетіп едім, көзіме қан жоса болып жатқан апайдың иті шалынды. Бойымды бір түрлі ашу кернеп кеткенін өзім де сезбей қалдым. Даусым да қатты шығып кетті. Қайсың бұл итті атқан? Не үшін атасыңдар дедім. Осы сәт әлдекім иығыма қолын артып өзіне қаратты. Орта жасар ер адам екен. Ол бір сәт үнсіз қарап тұрды да, біз қаңғыбас иттерді әкімшіліктің бұйрығымен ұстап, көнбегендерін атып жатырмыз. Соңғы күндерде қаламызда қаңғыбас иттердің балаларға шабуылы жиілеп кетті. Бір баланың тіпті өмірін жалмай жаздады. Солай жасамасқа амал болмай тұр. Жоқ, бұл қаңғыбас ит емес, тек қараусыз қалды, деді мен оның жүзіне тіке қарап. Ол әнтек миығынан күлді де, қаңғыбас пен қараусыз қалудың айырмасы шамалы. Мағыналы соғым, тек біреуі анайы, ал енді біреуі сыпайы айтылғаны болмаса. Ол осыны айтты да атылған итті машинаға салуды бұйырды. Мен осы сәт қолымдағы қарғыбауды апарып, Ақтөстің мойнына байлап, басын сипадым да, іштей қош апайдың адал серігі. Кешіккенім үшін кешір дедім де орнымнан тұрып, үйіме қарай аяңдадым. Көңілім жабырқап, құлазып келемін. Кенет алдымнан әкелеп жүгіріп келе жатқан балаларымды көрдім. Шамасы олар да мен далаға шыққан соң артымнан ере шыққан болар. Қайтсын енді, жаңа ғана орталарына оралған әкелеріне әлі мейірлері қанып үлгермегені білініп тұр. Аяғын енді еркін басып үйренген кенжемнің жүгірісі тіпті ерен. Бір орында екі аяғымен кезек секіріп тұр ма, жоқ әлде жүгіргенсіп келе ме, ол жағы анық емес. Әйтеуір көтерілген аяғы жерге тиер тимес қайта көтеріледі. Көңілі шарқал теңіздей, екі көзі жайнап, езуі құлағына жертерде ақсиып күліп, мәз болып келеді. Маған жетуге сонша асық. Оларды көріп көңіл даламнан батуға шақ тұрған жүрегімнің жұлдызы жарық етіп, санамның аспанына бір-ақ шықты.